сіздермен бірге Жұлдыз, бұл Weight Loss Life бөлімі. Менің алдыңғы видеома бір сауал келген болатын, өзіңіздің бір апталық менюңізбен бөлісе аласыз ба деген. Бірақ мен бүгін өзімнің бір апталық емес, тек қана бір күндік менюмен бөліскім келіп отыр. Себебі мен бір рет қана өзімнің 3 күндік тамағымды дайындап қойып көрдім, бірақ это не мое. Біріншіден, менің көп уақытымды алып кетті, екіншіден, свежий тамаққа ештеңе жетпейтіні белгілі ғой. Және денсаулығыңызға да солай пайдалы. Ал үшіншіден, сила волеңіз мықты болса, жасай беріңіз. Ал әлсізірек болса, не надо. Себебі сол тағамдар дайындау кезінде не болмаса, барлығы дайын тұрса, сіз ол тағам дәмін татып көргіңіз келуі де мүмкін, және де жеп қоюыңыз да мүмкін. Сол үшін менің ойымша қажет емес деп ойлаймын. Енді менің таңғы асыма көшейік. Мен қандай уақытта тұрсам да ең алғашқы тағамымды таңғы астан бастаймын. Кейін 1-2 күндікте мен крупа ячневой және пшеничная крупа алдым. Диетологтың айтуы бойынша, яғни мен бұған дейін бұл крупаларды қолданып көрген жоқпын, яғни кашаларды жеп көрген жоқпын. Кеше ғана мына пшеничная кашаны жеп көрдім, маған қатты ұнады. Бүгін де пшеничная каша. Цвет парикин жаңа смотрю. Мен тағы да бірдеңе жегім келді, мынаны бітіріп тастадым. Сол үшін қара нан мен май жейін деп жатырмын. Ол қанды көбейтетін гемоглобин. Вот мынаның ішінде бөтен жер бар, аскорбинка емес пе? Негізінен мен бір қатты ашығып бара жатпасам, перекус жемеймін. Яғни қазақшасын ұмытып қалдым, әйтеуір ортаңғы тамақтарды ортасы, білмеймін. Тіске басар ма, іске басар ма, не дейді қыз? Білмеймін. Жоқ, бірақ тіске басар. Ол деген анапырсын. Негізінен, егер перекус жеген жағдайда, қайнатылған жұмыртқа, көбінесе жеміс-жидек жеймін, және де творог, йогурт, орехи, соларды жесеңіз де болады. Менде бүгін перекусқа қайнатылған жұмыртқа. Подсолнечное маслодан қарағанда оливковое масломен жасаған пайдалы тамақты. Қаймақпен дәмі күшті болып жатыр. Көп емес.
кешке гарнирге күріш бір адамға арналған порцияның граммы құрылық түрде 40 грамм болуы қажет. Бұны қазір жуып қайнатамыз. Осылай жайлап қайнай берсін. Сосын піскеннен кейін өшіреміз. Шынымды айтсам, мен минутын білмеймін бұлардың. Просто піскенін, піспегенін байқауға болады. Примерно енді 10-15 минутта жалпы пісуі керек. Үстіне осақтап алып шетінен бір қатты әдемілігімізге көреді. Шетін аламыз. Берем ұнаған жерге ашық қоюға болады. Я хочу побыстрее есть. Бүгін мен кешкі асқа тек творог қана жеймін. Және де творогқа кешке мен қазір алма салып жеймін, немесе сухофрукты, жеміс-жидек салып жесеңіз болады. Все. Негізінен кешке жеңіл тағамдарды жеген дұрыс. Бірақ біздің қазақтар деген кешке ауыр тағамдардың барлығын жейді ғой. Етке сорпа бетке деп мен неге екенін білмеймін, мен соңғы кездері өзімнің кешкі асымды көріп отырғаныңыздай творогпен немесе омлетпен аяқтап жүрмін. Маған солай ыңғайлы, және де мен кешке тағам істегенді онша ұната бермеймін. Еріншекпін ғой, короче. Сөйтіп айта салшы, еріншекпін десейші болды ғой. Көмегім тисе қуаныштымын. Мен тек шынайы өзімнің бір күндік тағаммен ғана бөлістім. Сәттілік серіңіз болсын. Сіз алдағы уақытта менің каналымнан қандай видеолар күтесіз, және де сұрақтарыңыз болса, мархабат, астына жазып кетіңіздер. Каналға тіркеліп, әрі қарайда менімен бірге қызықты да пайдалы видеоларды тамашалаңыздар.